Электронный лекала арқылы балаларға арналған ортопедиялық жастықшаны тігіп көрсететін боламын. Ол үшін бізге бар болған осындай кішкентай ғана кусок матамыз және ішіне салатын холофайбер немесе синтепон керек болады. Матамызды теріс бетінен осылай екіге бүктейміз. Лекаламызды қойып, үстінен бастырып шығамыз. Мен бормен бастыратын боламын. Қиып алғаннан кейін шетінен айналдырып тігіп шығамыз, және де холофайбер салатын кішкене тесік қалдыруды ұмытып кетпеңіз. Осылай тігіп болғаннан кейін шет-шетінен кішкене тігіске жеткізбей қиып шығамыз. Лекаламызды қойып, ортасындағы тесігін белгілеп аламыз. Осыны айналдырып тігіп шығамын. Осы жері арқылы енді холофайберімізді саламыз. Ішінің бәрін толтырып, біркелкі етіп саламыз. Осы жерін жасырын тігіспен тігеміз. Сонымен біздің жастықшамыз дайын болды. Сіздер де тігіп көріңіздер. Дайын лекаланың ссылкасын төменге қалдырып кетемін. Пікір қалдырып, каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп отыруды ұмытпаңыздар.